Мен сіздерге бар ғой достар, бекер дүниені айтып жатқан жоқпын. Осы білім достар менің ішімді жеп бара жатыр ғой, үгіп бара жатыр осы білім. Өйткені судың да сұрауы бар дейді. Мә сондай достар, бұл бер жағы ғана ғой, бер жағы. 10 жыл ішінде мен ішпей, жемей, ойнамай, күлмей осы сабақтарды алдым. Енді оны сұраламын ғой достар. О дүниеге барсам, Еркежан, мен саған сондай адамдарды жіберіп едім ғой, ұстаздарды жіберіп едім ғой. Неше миллионға сабақ сатып алып едім ғой, соны бердің ба халыққа десе, мен не деп жауап беремін? Мен сол үшін шықтым достар. Бұл судың да сұрауы бар дейді. Мына білімнің де қақысы бар достар. Білімнің де сұрауы өте қиын болады екен. Ол адамдарды жіберді ғой Алла тағала. Мен өзгердім. Машина алдым, су жаңа салоннан машина алдым өткен жылы. Көрші қолаңның бәрі біледі ғой мына жерде кім отыр. Кәусар отыр, міне сіңлім. Көршім Сана отыр бәрі. Ол өтірік айтуға келмейді достар. Үй алдым, машина алдым, жақында ғана бір жер алдық мысалы. Балаларымыз ғана. Сол жетістік, сол ақша келіп жатыр ғой Алла тағаладан, иә? Енді оның қайтарым болу керек қой. Сонда не деп қайтарам достар? Сол білімді беру үшін сіздерге шығып отырмын. Жасаңыздаршы достар. Гүлназ ханым, рахмет жаным. Алла разы болсын барлықтарыңызға, иә? Гүлдеріңіз болса атып қойыңыздар достар. Рахмет. Сондықтан достар, бұл бар ғой, бұл жерде жеке нөміріңіз бар ма? Иә достар, 993-1281 осы нөмірді жазып қойдым. Достар, әйел адамның арманы қалай орындалады, әйел адам жолын қалай ашады, соның бәрін айтып жатырмыз. Жүрек баса отырыңыздар достар, жақындарыңыз болса таратып отырыңыздар. Ертең үміттің нәтижесі сол үшін не істеу керек? Иә, Алмагүл ханым таңертең тұрғаннан кейін шелпек пісіріп, 7 шелпек пісіріп, көрші қолаңға таратыңыз, сол қолыңызбен жолға ақша тастаңыз, үйден шығатын кезде жаңа жақсы тілегіңізді айтып шыға қойыңыз, иә? Бәрі жақсы болады, алаңдамаңыз. Алла тағала аузыма сөз салып тұрған шығар. Алмагүл ханым ертең мені өшіріп жатыр дейді. Сәби, неменен өшіріп жатыр? Алмагүл ханым, алаңдамаңыз, иә? Алла тағала аузыма салып тұрған шығар. Алаңдамаңыз, өзі жақсы көңіл күймен барсаңыз болды, нәтижеңіз жақсы болады. Менде де сондай дүниедегі ең қиын нәрсені неге додырханаға жалғыз бару ғой, алаңдайсың, қанның нәтижесі не болады деп. Сондықтан достар, мына одан кейін достар, қандай да бір армандарыңыз болса, бай болудың сыры неде, марафон ба? Достар, тегін айтып жатырмын, иә? Бүгін Дидар ханым бар ғой, тегін адамның арманы орындалудың тегін жолын айтып жатырмын. Сол бүгін бар ғой, қандай да бір қарызыңызды бермей жүрген бір адамдар болады ғой, бір 10 мың теңге, 20 мың теңге, 50 мың теңге, сол адамды кешіру керек. Кешіріп отырып, Алла тағала, 2 дүниеде кешірдім, бірақ менің сол бір арманымды орындап берші. Мен денсаулығым жақсы болсыншы, менің балаларым жолын аша көрші, сол жанымның, тәнімнің садақасы, мал басымның садақасы ретінде соны бердім болды, қидым болды. Өйткені бар ғой, бұл дүние бар ғой, мысалы, ол жүрегіңде тұрады. Сәлеметсіз бе, маған қалай күтуге болады, көтере алмай жүрмін. Иә, бала көтеру ма? Иә, айтып берейін, иә. Бала көтеруге байланысты тыңдап отырыңызшы. Бала көтеруге байланысты менде жаңа бір трубаны алып тастаған ғой, бір трубамен 3 бала көтердім ғой. Бір трубамен. Сонда Алла тағала маған 50% деген ғой. Мүмкін емес, бітеліп қалуы да мүмкін бір жағы. Бала көтеру мүмкіндігі аз деп айтқан. Сонда Алла тағаланың құдіреті менің өзіме беріп жатыр ғой. Сондықтан бала сүюді армандап жүрген кісілер болса, Алладан үміт үзбеу керек достар. Жаңағы бар ғой, қандай да бір сондай біз бір нәрсені кешірдік дейміз, иә? Бірақ сол адамды көрген іштей, сол адамның саған жасаған сатқындығы, бір адамдарды көрген кезде ол адамдардың бәрін өткен кеткен саған тіпті бір әйел 100 мың қарызы бар еді, соны кешірейін ба, не деп айтам оған? Мен бар, жоқ адамдар бар, қалай? Иә, сол бір адамды кешірсеңіздер болады. 100 мың теңгені кешіре аласыз ба? Алла тағаладан үлкен арманыңызды сұрайсыз. Алла тағала сенің разылығың үшін. Ол адамға айтпайсыздар, қағазға жазсаңыздар да болады. Мен жаңағы Айдана Серікқызы менен сол кезде 100 мың теңге алған. Алла тағала сенің разылығың үшін, малымның, жанымның садақасы үшін сол ақшаны қидым, құрбандыққа қидым. Осы қасиетті айдың несі болсын, зекеті болсын. Бәріміз де садақа береміз ғой, әр ай жаңағы не сайын. Әр айт сайын, әр жаңағы айт күндері сондай садақа береміз. Соған арнаңыз. Сол арнап отырып айтасыз, Алла тағала, маған биыл үй берші. Алла тағала, маған бір бала берші. Алла тағала, сол қарызды кешірдім, босаттым жүрегімнен. Енді сұрамаймын, ойламаймын. Алла тағала, бірақ маған жаңағы бір машина алуды нәсіп етші биыл. Алла тағала, маған 2 дүниеде қайыр беретін, 2 дүниеде иманды, менің жаныма серік болатын, табысты, намысты азамат бере көрші деп солай тілеңіздер. Қандай да бір армандарыңыз болса, иә? Енді қомақты ақша болса, кешіре алмасаңыз өзіңізді қинамай ақ қойыңыз. Ол миллион теңге деген аз ақша емес. Ол да сіздің жаныңыздың ол ақысы ғой.
Мысалы мен айтам да, ей біреуді зарлатпаңдар деймін да. Қарыз алдың ба қайтар. Мына дүниеден өмірден өтетін кезде адам неден сұралады, иә? Мынаның үйі бар ма, машинесі бар ма деп сұрамайды адамнан. Жаңа жаназа шығарып жатқан кезде мына адамның қарызы бар ма деп сұрайды. Қайсы жолы бір жігіт айтып жатыр, әкем күнде түсіме кіреді дейді, күнде түсіме кіреді. Балам қайтаршы, ана қарызымды қайтаршы деп айтады дейді. Бүкіл туыс туғанның бәрінен сұраймын дейді. Айналайын, әкем кімнен қарыз алып еді айтыңдаршы десем, ешкімнен қарыз алмаған, күнде түсіме кіріп жылайды дейді әкем. Көрдіңіз ба достар? Сондықтан қарыз болма, қайтару керек. Қайтармасын деп қалай. Сол қидым дейсіз, қидым. 1.400.000, ойбай. Жанар ханым енді өте көп болса, оны енді өте көп ақша болса кешіре алмайсыздар ғой, енді ойыңызда тұрады ғой, иә? Өте көп болса, оны қиналмаңыздар. Тек 10 мың, 20 мың, 50 мың өзіңіздің қиялатындай нәрсеңіз болса, ол адам бермейді ол. Осы 3 күн берем, 3 күннен кейін берем, әзір бере тұршы деп ақша сұрайтын адамдар ақшаңызды қайтармайды. Маған бер жақ адам қайтыс болып кетті. Сол қайтыс болып кететін адамдар болады ғой, енді соның сұрауы өте қиын болады екен. Кешіріңіздер достар. Мысалы бір қарыз алған адам қайтыс болып кетті ма, бала шағасы білмей ма, кешіру керек екен Алла шаға. Ол адамға айтпайсыздар достар, иә? Тек Алла тағаламен өзіміз ғана байланысқан. Адамның жүрегі Құдайға байлану керек дейді ғой достар. Алла тағалаға ғана сырымызды айтамыз, Алла тағалаға ғана мұңымызды айтамыз. Менің осы тәңірге хат жазу техникасы бар, қандай да қиналып жүрген болсаңыздар, адам мұңын Аллаға айту керек екен. Адамға айтсаң білесіздер ғой. Сол ол бар ғой, Анипа ханым. Ол адамды сіз ойлайсыз ғой, ойланған кезде сіз қарғанасыз ғой. Солай ма? Біреу қарыз алды, сіз табан ет маңдай теріңіз, оған сеніп бердіңіз, иә? Ертең берем, ойбай келесі берем, өтірік айтады, оны жүйкеңіз қарады, оны ойлайсыз, одан қарғанасыз, энергияңыз таусылады, сізге келе жатқан басқа да ақшаның жолын жауып тұрады екен да, ол қарыз. Сондықтан босату керек достар, босату керек. Бұл Алла тағаланың одан да көп беретіні бар болады екен, бірақ біз сол ақшаны алған бір 10 мың теңгені ойлап қарғанады екенбіз ол адамдарға. Ол қарғыс өзімізге келіп тиеді достар, айналып келіп. Сондықтан бермейтінін білдіңіз ба? 1 жыл болды, 2 жыл болды, әне берем, міне берем, жағдай бар болып тұрса да бермейтін өтірікші адамдар болады ғой. Соларды Алланың разылығы үшін кешіру керек екен. Егер бай болам, бақытты болам, балалы болам, биылдан қалмай үй алам, машина алам деп армандап жүрген кісілер болса, аурудан жазылам, қандай да бір жаңағы некеден жолым болсын деп армандайтын кісілер болса, бала сүюді армандап жүрген кісілер болса, солай босатыңыздар достар. Жаңа бала сүюдің техникасын айтып жатырмын ғой. Қандай да бір жолыңызды ашыңыз. Кешіре алмаймын, кешіре алмасаңыз кешіре алмай-ақ қойыңыз. Оны өзіңізді кешірмедім деп қинаудың қажеті жоқ достар. Мысалы маған сатқындық жасаған адам мен ол кешіре алмаймын. Мысалы, иә, менің басымнан аттап кеткен, маған сатқындық жасаған, мен сахнада шыққан кезде менің бүкіл жаңа микрофонның төгіне ұшып тастаған ғой. Соған дейін қастық жасаған ғой достар. Мен 10 жыл сахнада жүрдім ғой. Сонда дәл мен айтысқа шығатын кезде, ой жаным, күреңкей жаным, Алла разы болсын, бай бақытты бол жаным, мұлды бол. Сонда достар мен жаңа сахнаға шыққан кезде микрофонды өшіріп тастаған ғой, төк жолын өшіріп тастаған. Ойлаңыздар, соған дейін қастық жасаған, бүкіл жаңа торап бетінде мен туралы жаман ақпараттар тарата берген, сөйткен бүйткен деп әмелетте мен ажырасам да жамандығымнан ажырасқан, тағдыр солай жазған шығар маңдайға, иә? Сондықтан достар жаңағы техниканы жасаңыздар, өте жақсы. Одан кейін жаңа бала сүюді армандап жүрген кісілер болса жүру керек достар. Мына әйелдің бойындағы тер шығу керек, энергия жаңағы ауысу керек та. Өйткені адамның бойында мына қуат көзі көтерілген кезде, бүкіл чакра қуат көзі ашылған кезде әйелдің тілегі қабыл болады екен. Таңертең тұрып 10 мың қадамға дейін Алла тағаладан тілек тілеп қана жүру керек екен. Алла тағаланың көркем есімдерін қойып құлағыңызға. Иә, ей Алла маған ұл бала бере көр, дені сау ұрпақ бере көр деп тілеңіздерші. Ей Алла мен қарызымнан құтқара көр деп жүрген кезде адамның энергиясы көтеріледі екен. Адам тілегі орындалады екен достар. Жүру керек таңертең. Қандай да бір арманыңыз бар ма достар? Ұйықтамау керек, таңертең ерте тұру керек. Ерте тұрған кезде біздің еңсеміз биік болады. Қазіргі адамдар түннің 1 уағына дейін 10, 12-де, 1-де, 2-де әрең ұйықтайды, таңертең жай тұрады. Ойбай менің арманым орындалмады дейді да. Алла тағаланың адамға беретін, жер бетіне беретін ырыздығы таңда төгіледі дейді. Таңның шапағы бар, таңның нұры бар. Таңертең Алла тағаланың нұры төгіледі дейді да. Денсаулық туралы бар ғой достар. Бас ауру деген уайым. Мен айтам ғой, бас ауру деген уайым. Көп нәрсе. Мысалы мен құлағым неге шыңылдайды білем. Естігім келмейді біреулерді мысалы. Қасымда жүрген адам айғайын естігім келмейді. Шошып кетем. Жүрегім тарсылдап кетеді ана айғайлап кеткен кезде, мысалы жолдасым болсын, басқа адамдар болсын. Адам көзі неге ауырады? Балаларда көп қой қазір көз ауру. Көргім келмейді дейді. Әке-шешем ұрысқанын көргім. Құлақ неге ауырады достар? Тыңдағым келмейді деп тұр ғой.
адам тісінеге түседі, тістенеді ғой. Мен жессем, мен дәлелдеймін деп тістеніп жүрген адамдар. Бір өлең бар ғой, тісім түсіп қалғанда бірақ білдім өмірге тістенуге болмайтын деп. Бір жас ақынның өлеңі бар болады. Сол сияқты достар. Геморройда сол күшену ғой достар. Зорлану, дәлелдеу. Бел сол жаңа ауыртпашылық. Өткен өмірді босата алмау. Бел деген мына адамның арқасы, бел неге ауырады? Өткен өмірді босата алмайтын. Бүйрек деген жақындарға деген реш. Қазақ айтады, бүйрегім бұрылып тұр дейді. Білесіздер ма? Сақыр деген жаңағы тәтті өмір ғой, тәтті өмірді аңсау. Бір нәрсеге жете алмау, шіркін-ай, жетсем деп армандау. Бел ауыру сол жаңағы арт жағымыз ғой. Зоб деген мына бар ғой достар, қалқанша емес ғой, иә? Айта алмау. Ұзақ уақыт ішіңізде айта алмай қалған эмоция мына адамның тамағына, мына кеудесіне неге түсіп кетеді. Бауыр деген достар, дүниедегі жалғыз нәрсе бауыр ғой. Ол қазақ айтады, жаннан қымбат жалғызым дейді. Жақындарға реніш қой достар. Бауыр ауыратын, желке ауыртпашылық қой. Мен де желкем ауырады. Бір үйдің жүгін арқалап алған әйел адамдар, қарыз, үйдің жұмысы, бала шаға, содан адамына желкесі ауырады. Рахмет, Алла разы болсын. Кім ақша салып қойды? Біреу ақша жасап жүрді ғой. Рахмет достар, қолдап жатқандарыңызға рахмет, Алла разы болсын, иә достар. Сұрақ. Ой, Дина, рахмет жаным, Алла разы болсын. Оның бәрін чакрология, нормология, неменеді, терапия дейсі ба, жан терапиясы, фэншуй, жаңағы медитация, йога дегеннің бәрін быт-шытын шығарып 10 жыл бойы үйде отырып, міне достар, міне жазып, сызып, міне таңертең 4-те тұрып осы жұмыстарды істеймін. Жазып, сызып, быт-шытын шығарып, оны оқып, үйреніп, бойға сіңіріп, мына адамның бар ғой, мына жүзіне нұр төгіледі екен ғой. Сонда түсіндім. Мына кім жаңа Дина біледі ғой. Адамның мына жүрегінен білімнің нұры құйылған кезде адам жүзінен нұр төгіледі екен. Ажат пайда болады екен. Марафон бар достар. 22 күні басталады, 990 теңге. Осы халықтың жағдайына қарап, женский бар ғой, ер адамға реніш қой. Осы әйелдер ауру бар ғой, реніш, ер азаматты қабылдамау. Мына бар ғой достар. Амангүл ханым, рахмет. Сол бар ғой, мына әйелдер ауру бар ғой, ер азаматты қабылдамау. Бұл жерден ер адамдар отыр ма білмеймін. Ұлы сөздің ұяттығы жоқ қой, ер адаммен бірге болғысы келмейтін, жиіркенетін, мысалы енді жаңағы арада бір сатқындық болады. Измена дей ма қазіргі уақытта? Басқа біреуге бір күл қойғанын, жүрек бас қойғанын біліп қойған әйел адамдар. Біз мысалы әйел адамдар отбасына берілген кезде махаббатпен берілеміз ғой, жан тәнімізбен берілеміз, иә? Сондай ма? Сол семей үшін бәрін қонағында күтеміз, қаржында қайтарамыз, үй алсақ, машина алсақ, солар өз елдің алдында жарқырап жүрсек деп ойлаймыз да достар. Солардың кішкентай бір сатқындығын көріп қалсақ, біз жүрегіміз ауырып қалады ғой. Содан күйеуді қабылдамай бастаймыз. Бірге жатқанымыз келмейді, бірге тұрғымыз келмейді. Жүрегіміз таза, нәзік қой біз. Гүлден де нәзік жанымыз. Содан кейін барып жаңағы женский аурулар, мына адамның реніші бірінші жүрекке түседі, одан кейін жатырға түседі дейді. Содан барып жаңағы женский аурулар содан туындайды. Ол рас достар. Жаңа миома, кесті, сулы ісік дегеннің бәрі содан пайда болған достар. Сенбесеңіздер сұраңыздаршы, бұрынғы уақытта неге әйел адамдарға ауру болмаған біздің, мен естімеппін тіпті. Осы жаңа сулы ісік дей ма, ол аналық без болса ол көбейе беретін нәрсе екен. Жыл сайын әпіресе, ол ауру көп екен мысалы. Бұрынғы уақытта аналарда не үшін ондай ауру болмаған мысалы. Қазір не үшін көбейіп кетті? Көңіл күйден, тамақтан, стресс, одан көп қозғалыс жоқ. Одан осы реніштен қысым. Содан кейін барып әйелдерді ауру көбейіп кетті әзір. Жас адамдар 35-36-ға келген әйел адам, қыздардың өзінде етеккір тоқтап жатыр әзір. Сондай болып кетті, бәрі көңіл күйге байланысты болып кетті. Дұрыс тамақтанбаймыз, дұрыс ұйықтамаймыз, дұрыс көңіл күйде жүрмейміз, дұрыс Алла тағаламен байланыс жоқ жүрегімізді. Дүниеге байлап қойдық. Біз неге жүрегімізді байлаймыз, соған сынданамыз достар. Жүректі ақшаға байладыңыз ба? Ақшадан сынданамыз, ақша қолға тұрмайды онда. Бәрін баланста ұстау керек екен. Үйде керек, бала да керек, ақша да керек, денсаулық та керек, махаббат та керек. Осы 4 рухани құндылық қой. 4 құбылаң түгел болсын дейді, баланста ұстау керек екен. Мен күнде жататын кезде Алла тағаладан сұраймын, Алла тағала, кімді ренжітіп қойдым, өзің кешір. Иә? Жолдасың бел ауыр. Сол ауыртпашылық қой, жолдасыңыз бір нәрсені уайымдап жүрген шығар. Жаңа отбасының ауыртпашылығы белге түседі ғой адамның беліне түседі. Белден соққандай еретіліп деп айтады, белден соққан жыландай деп айтады. Ол жаңағы, ой, Кәусар жаным, Алла разы болсын. Жаным, ұлды бол. Егіз ұлды бол. Сондай жаңағы
эфирді қалай сақтауға болады, Дина? Соны маған бір үйрет қойшы, сақтай алмай жүрмін. Сол жаңағы бар ғой, жолдасыңыз бел ауырып жүрген болса, көп жақсы сөздер айтыңыздар. Ер азаматқа жақсы сөздер айту керек екен. Жаным, бәрі жақсы болады, уайымдама, машинада аласың, үйді аласың. Мен солай армандатып қоямын ғой. Жаңағы ойбай біз деген шетелге шығамыз, теңіздің жағасында жатамыз әлі. Ана балаларды айтып қоямыз, Шыңғысхан деген кейін керемет жерде қызмет істейді, бәрі елдің алдында жүретін болады деп. Әзір сол біреуге соны айтып отыр еді, біздің Шыңғысхан елдің алдында жүреді деп. Оны кім айтты? Мен айттым ғой. Ол миында жүреді, санасында әсер етеді. Биыл біз Катонқарағайға барамыз деп қойғанбыз. Достар келсе соны айтып отырады, биыл біз Катонқарағайға баратын болдық деп. Көрдіңіздер ме? Ер азаматқа жақсы сөз ғана айту керек екен. Өйткені достар, біз әйел адам энергияны бар ғой, барлық нәрседен аламыз. Гүлге қарап қуанамыз, аспанға қарап қуанамыз, киім алсақ та, қонақ күссек те, біз энергияны аламыз, көшеге шықсақ та энергия ала береміз біз өзі, әйел адам. Қысқа күнде 40 боламыз, әзір күліп отырып жылай саламыз мысалы. Ал ер адам тек қана бізден энергия алады ғой. Ол үйге келген кезде неге телефон көріп, Катонқарағай керемет тамаша жер. Жазда барайық достар, бәріміз. Біздің наймандардың жері ғой. Мақтанып. Екі ортада бөлініп кетіп жүрмейік, ұят болады. Сондай достар, ер адам жаңа көзбен жақсы көреді дейді. Әйел адам құлақпен жақсы көреді дейді. Дайым кеттік, Дина, биыл кеттік бұйырса. Біздің қарағыз жоқ қой, Дина Шоғылағай дейткен. Туған жеріңіз Катон ба? Мә, Әсел ханым, наймансыз ба? Туыстарымды іздеп жүрмін, қаратайларымды. Немереге не деп жазу керек? Немереге бар ғой достар. Отырсам да жаным сәлем айтыңыз. Сәлем айтты Дина. Немереге не деп жазу керек? Достар, жаңа баласы үйді армандап жүрген кісілер болса, жаңа немере қайсы күні бір кісі айтып жатыр ғой, немеремнің 5 жасқа келді, тіл шықпай жатыр деген кісілер, Балам бала сүйе алмай жатыр, келінім 5 жыл болды бала көтере алмай жатыр деп қайсы күні бір кісілер жазып отыр еді ғой. Қарызымды қайтара алмай жатырмын деген. Сондай кісілер бар ма? Бала сүйді қалап жүрген, жақсы жар сүйді қалап жүрген жандар болса, айтыңыз, жазыңыздаршы мен деп. Қарыздан қиналып жүрген кісілер болса, жазыңыздаршы. Және бір техника айтам достар. Ұйықтамаңыздар достар. Жағын арқан, наймам. Ой, жандарым сол. Ой, үй алу, машина алу. Шығаны биыл ұзатамыз бұйырса. Қарыздан құтыла алмай. Сондай кісілер болса бар ғой достар. Мен алдында кілт қою техникасын айттым ғой, соған ұқсап кетеді. Бір керемет техника, бұл жаңа бір мықты ұстаздың техникасы, бұны енді көп адамдар айтпайды достар. Қаншама ұстаздарға мен қатынасам ғой, жаңа жеке разбордарына жазылам, сонда бір бармағын ішіне бүгіп отырады ғой. Бір бармағын ішіне бүгіп, барлық білімді бере салмайды отыр. Енді мен кереметпін деген сөз емес достар, бірақ оны не қылам мен? Айтуым керек қой. Мен жолдасым айтам әлгі. Көрдіңіздер ғой достар, міне. Жолдасым айтам ғой, енді өзекті жанға біреуді менде оқыстан өліп қалатын болсам, осының бәрі қалады ғой чимай болып. Кім таниды мысалы? Жаздым, сызды қалды ғой мысалы. Екі жыр сыймақтың авторымын достар, 4 баланың анасымын, барлықтарыңызға жұғысты болсын. Осы Каспийде бар екен. Қызыңыз тұрмыс құрады, Алла қаласа. Сәуле ханым, әумин деп қойыңыз. Жол ашылады бұйырса, жаным сол. Достар, жаңағы бар ғой, бірінші жаңағы техниканы жасаңыздар, қарыз кешіру техникасы. Достар, рахмет жандарым, Алла разы болсын барлықтарыңызға. Одан кейін, достар, менің жыр жинағым ғой, көптеген кісілер енді танымай жатыр. Бұл кісі кім болып кетті? Ақылшы көбейіп кетті әзір деп айтып жатыр ғой, бірақ айса айта берсін достар енді. Мына бетімді көрсетіп отырмасам, бағанға түсіп кетеді екен, оны кейін біліп жатырмын. TikTok сабақтарын үйреніп жатырмын, YouTube сабақтарын үйреніп жатырмын әзір. Бірталайдың үйреніп жатырмын. Дина, соны бірге үйренейік, Кәусар. Әсел ханым бар ма екен жаңағы? Сәлеметсіз бе, ұлым қашан үйленді? Сол жаңағы бар ғой достар. Бұл Балқия ханым, мен жыр жинағым ғой, 2 жыр жинақтың авторымын, 4 баланың анасымын. Осы рухани практикалық сабақтар тегін беріп жатырмын достар. Неше миллионға сатып алған сабақтарымды тегін беріп жатырмын. Еркежан Бейсенбек қызы. Осы Қазақстан жазушылар одағы былтыр шығарып берген осы жасағандардың кітабын. Сәлеметсіз бе, ұлым қашан үйленеді, жүрме бойдақ болып не істеу керек. Жаңағы ұлым қашан үйленеді деген кісі жаңағы техниканы жасаңыз, қарыз кешіру техникасын. Ана жүрегіндегі өмір, Әлима ханым. Каспийде бар екен, алсаңыздар болады, достар.
қолдап қойыңыздар. Алмасаңыздар да кітапханаларға барасыздар ғой. Ойбай, Еркежан Бейсенбек деген кісінің кітабы бар ма деп өтірік болса сұрақ қойыңыздар, достар. Бұл ел кітапханалар таңғасын, бұл кім деп, елдің бәрі іздеп кетті ғой деп. Техниканы айтамын, достар. Жаңа ұлым үйленсін, қызым үйленсін, жолым ашылсын, ұрпағымның жолы ашылсын деген кісілер әуел өзіміздің жолымызды ашайық, жүрегіміздегі түйіншекті босатайық, достар. Сондай қарызап бермей жүрген кісілерді бүгін Алла тағаланың разылығы үшін кешіріңіздер, достар. Жаңа техниканы қайта бір айтайыншы. Өміріңізде бір қарыз алып, бір 10 мың, 20 мың, 50 мыңға дейін бір қарызап туыс туғаныңыз болады, дос жараныңыз болады. Сұрайсыз, кейде сұрағаннан ұяласыз, әне берем, міне берем дейді. Бетіне қарап күліп қоясыз, айта алмайсыз, сұрай алмайсыз. Сондай адамдарды бүгін Алланың разылығы үшін кешіріңіздер. Мен сол жаңағы Кәусар рахмет жаным, ұлды бол, егізді ұлды бол. Алла тағаланың разылығы үшін мен кешірдім. Дина жаным, рахмет, егіз ұлды бол. Алла тағаланың разылығы үшін кешірдім сол ақшаны. Алла, менің балам жолын аша көр, маған үйді бере көр, машина бере көр, Алла тағала. Сонына адам бар ғой, дүниенің де жанның да садақасын беру керек қой. Соны осы қасиетті айдың құрметіне кешіре салыңыздар. Енді миллион теңге болса ол кешір деп айтпаймын. Ол дүние, ол сіздің еңбегіңіз ғой. Қанша күн ұйқысыз, күлкісіз біреуге жақсылық істеп бердіңіз ғой. Оны қайтармаса, достар. Рахмет жаным, ұлды бол, Дина. Сондай адамдарды бүгін Алланың разылығы үшін жуынып, чайынып, тазаланып, дәретіңізді алып. Кәусар, ұлды бол. Сондай қарыз болып жүрсеңіздер, достар, таңертең ерте тұрып Алла тағаладан тілеңіздер, шелпек пісіріңіздер, бастарыңызға жаулық тағып, Алла, 7 шелпек пісіріп таратыңыздар, достар. Шелпек пісіретін бәрімізде енді жағдай бар ғой енді, сондай таратыңыздар. Алла тағала, міне беріп жатырмын, көрші. Мен күнде жататын кезде Аллаға есеп беремін, достар. Абайдың сөзі бар ғой, әр күн сайын өзің есеп бер деп, сондықтан өздеріңізге есеп беру керек. Кімді қуанттым бүгін? Алла тағала, ешкімнің қақсына кіріп кеткен жоқпын ба? Қарыз бар адамдар болса, достар, ұйықтамау керек, таңертең ерте жүру керек. Сіз қайтаруға мен ниеттендім деп Алла тағаладан тілеңізші, бүкіл жолыңызды ашып қояды, достар. Біз өкінішке орай қолымызға ақша түссе кейде қимай қаламыз. Одан мына қарызы бар адамдар бар ғой, достар, артық шығынды тоқтату керек. Той томалаққа баруды, киім кешек алуды адамдар неге қарызға кіріп кетеді, достар? Анаға мынаған барлық көрген нәрседен қызығушылықпен ала береді. Жаңа бөліп төлеу алып, бөліп төлеу деген өліп төлеу деп айтып жатыр ғой, Дәулет Мұқаев деген бір депутат кісі бар еді ғой. Соғыстың қаржылық сауаттылық білімдері жақсы, достар. Декретке миллионмен шықтық бәріміз де. Оның жақсылығын ұмытпау керек. Жаман зат. Немене жаман зат? Жазира? Адам ауырса не айтуға болады? Сол жаңағы ұйықтар алдында бар ғой, достар. Жастық астындағы ниет деген техника бар екен. Ұйықтар алдында қағаз алып, жаңа дәретіңізді алып, өзіңіз тазаланып бір жатасыз ғой. Сол кезде қағазға өзіңіздің ниетіңізді жазуыңыз керек екен. Менің өміріме береке келеді, ақшағыны маған әрі оңай келеді. Менің өміріме сүйіншіл хабар келеді деп жаңағы бала сүюді, жаңағы ұлым үйленсе екен, қызым тұрмысқа шықса екен деген кісілер жазыңыздар, достар. Мен бақытты әрі жеңіл өмір сүремін деп, солай қағазға жазып, ол қағазды 3 рет бүктеп, жастықтың астына қою керек екен. Қойған кезде бүгінгі тыныштық менің ниетімді қабылдайды, менің өміріме береке, байлық, бақыт, молшылық келеді деп ұйықтаңыз. Таңертең тұрып алғаннан кейін мен ниетімді қабылдаймын, менің өмірімде бәрі жақсы болады деп айтыңыздаршы. Осы техниканы, достар, 7 күн, 9 күн қатарынан, 21 күн қатарынан жасасаңыздар өте жақсы. Достар, түсін алдыңыздар ма, Жазира ханым? Қандай да бір арман, бетіңіз ісіп кеткен ба? Лиза ханым, мүмкін бүгін демалыс болды ғой менде. Дина ханым, не деген сез қойдыңыз? Қарыз берсек не істеуге болады? Қарыз бермесек ба? Күйеуім. Мөлдір ханым, күйеуімді кешіре алмай жүрмін деген кісілер марафонға келіңіздерші. Сосын бар ғой, қағазға не істейміз? Сосын қағазға жазасыздар, Менің өміріме береке келеді. Бірінші сөз, менің өміріме береке келеді. Береке деген бақыттың, байлықтың бастауы береке. Қазақ айтады ғой, бір күн ұрыс болған үйден 40 күн байлық қашады, рыздық қашады дейді. Сондықтан береке болсын, достар. Отбасында береке болмаса, дүниеде бір ақша да тұрмайды, істеген ісіңнің де берекеті болмайды. Сондықтан, достар, Алла тағаладан ақша сұрамай, береке алдымен ниет сұрау керек екен. Менің өміріме береке келеді деп жазыңыздаршы. Бірінші, кім дайын отыр, кім жазып жатыр, достар? Көшіріп алыңыздар. Алла тағаладан келіп тұрған білім ғой, достар. Жүректеріңізді ашып қабылдаңыздаршы. Жоқ, өртемейсіздер, достар, өртемейсіздер, Ақша ағыны маған оңай әрі тез келеді деп жазыңыздар, Сақтап қойсаңыздар болады. Ақша ағыны өртеу деген, достар, өкпіренішке қаратылған. Біз соны ажырата алмаймыз ғой.
армандарымызды жазып аламыз, өртеп жібереміз де. Өртемеу керек, арман мақсат тұра берсін. Өкпе, реніш, кектену, соның бәрін өртеу керек. Иә, дұрыс жазыңыз Жанар ханым. Менің өміріме бірінші береке келеді. Ақша ағыны маған оңай әрі тез келеді деп жазыңыз. Ақшадан қиналып жүрген, қарыздан қиналып жүргендер. Иә, дұрыс айтасыз Жанар ханым, ақша энергияға келеді ғой достар. Ақша адамның энергиясына, көңіл күйіне келеді. Көңіл күйіңіз жақсы болмаса, ол қазақ айтады ғой, көңілсіз әйелден көріксіз бала туады деп. Ол неге айтылған? Көңілсіз болсаң, тамағың да дәмсіз, өмірің де мәнсіз болады достар. Көңілсіз болып жұмысқа барыңызшы, берекеті кетеді ғой. Бастығыңнан сөз естисің, біреудің аяғын басып кетесің, боқтық естисің деген. Дұрыс, Жанар ханым, дұрыс. Осыны сақтап алыңыздар, иә. Жазира ханым, көңіл күйім жоқ деп. Көңіл күйіңізді біреу, бір психолог айтады ғой, сенің көңіл күйіңді біреу кранмен кеп көтермейді, өзің көтересің. Адам өзін өзі алып шығады достар. Көңіл күйім жоқ деп отыра берсеңіз, отыра береді. Өзіңізді қағып сілкіп тұрғызып, бәрі жақсы болады менде деген. Анипа, өзіңізді асықпай айтыңызшы. Достар, мына бір ғой, тиктокты сондай екен, тез сөйлеу керек екен. Менің өміріме береке келеді деп жазыңыздар бірінші. Ақша ағыны маған оңай әрі тез келеді деп жазыңыздар. Иә, ақша ағыны ашылады достар. Ақша туралы аффирмация айту керек дейді, оның да ғылыми негізі бар достар. Психолог бекер айтпайды. Отарда бірдеңе еңбектеніп жүр ғой. Сондықтан бәрі керек, дінде керек, психолог та керек, қазақи салт дәстүр де керек. Сол қағазда, иә, жастықтың астына қойып қоясыздар, иә, жастыққа ниет қою практикасы ғой, техникасы. Мөлдір ханым, энергия жоқ па? Марафонға келіңізші. Ақша маған жеңіл келеді, иә, дұрыс. Өміріме береке келеді деп жазыңыздар бірінші. Екінші, ақша ағыны маған оңай әрі тез келеді деп жазыңыздар, иә. Мен бақытты әрі жеткілікті өмір сүремін деп жазыңыздар. Мен бай бақытты болуға лайықтымын. Алла тағала маған және де өздеріңіздің тілектеріңізді жазсаңыздар болады, иә. Алла тағала ұрпағымның жолын ашық етсін. Алла тағала маған дені сау ұрпақ берсін деп жазсаңыздар болады, иә достар. Балаларымның жолы ашылсын, жаңағы ұлым үйлене алмай жүр. Иә, Сәуле ханым, бір айлық марафонын аяқтайын деп қалдық. 22 күні бар ғой достар, және 22 күндік сабақ бастаймын. Өзі 990 теңге ғана қойып қойдым. Халықтың жағдайына қарап, иә, қосылсаңыздар болады достар. 990 ақ теңге. Бір Қазақстан чакілаты ғой. Халықтың жағдайына қарай. Енді тегін болса болмайды екен достар. Тегін нәрсенің құны болмайды дейді ғой. Иә, 22-сін өтеміз Жанар ханым. Тегін нәрсенің құны болмайды дейді. Қарымтасы ауыр болып кетеді достар. Осы тікелей эфирде де тегін сөйлеп берейінші. Мен жоғалтып алмас үшін достар, менен қосу белгісін басып жазылып қойыңыздар, иә? Ой, Жазира ханым, келіңізші, жаңа энергия жоқ, көңіл күйім жоқ, отбасымда жолдасымды кешіре алмай жүрмін деген кісілер, келіңіздер достар. Иә. Вау, Кәусар. Ал разы болсын, Кәусар. Есі, осының бәрін үйретемін достар. Әр күні кейбір кісілер тікелей эфирді уағында көрмей қалады екен. Сондықтан әр күннің энергиясын осындай психологтар жаңа көрсеттім ғой, неше миллионға сатып алған техникаларды ақырын жеткізіп отырамын, иә достар. Қатысыңыздар достар. Марафон WhatsApp-та өтеді, Telegram-да өтеді, екі жерде өтеді. WhatsApp-та жеке байланыс болады, жеке сұрақтар қойсаңыздар болады. Одан кейін достар, түнгі тыныштық менің ниетімді қабылдайды деп жазыңыздар, иә. Менің өміріме береке, байлық, бақыт, молшылық келеді деп жазып, содан кейін қағазды бүктеп жастығыңыздың астына қойып ұйықтайсыздар. Соны таңертең тұрғаннан кейін менің ниетімді қабылдады, менің өмірімде бәрі жақсы болады деп. Солай жаңағы қағазды бар ғой, 7 күн, 9 күн, 21 күн оқысаңыздар, тіпті жақсы достар. Көңіл күйлеріңіз көтеріле бастайды, өмірлеріңізде. Кәусар, рахмет, ақшаң қалды ма бүгін? Күйеу болады ниет. Бірақ маған алпыстағы екен дейді. Батам қабыл болсын еді. Жазира ханым, сөйте қойыңыз, иә, жаза қойыңыздар. Көңіл күйім жоқ, энергиям жоқ деңіздер достар. Қаншай мен тікірдіңіз ба? Бай жігітке тисе осы. Иә, сол чұғаның жолын ашайын деп берші. Қайталаңызшы. Баршагүл ханым, сіз жазып отырсыз ба? Жаңа сөз жазыңыздар, иә достар. Бай бол жаным. Сен бақытты болғаның, бай болғаныңыз қуанып жүрміз саған. Кеш ағаң сені сұрап жатыр ғой, Кәусар, жағдай қандай екен, Динаның жағдай қандай екен деп. Менің өміріме береке келеді деп жазыңыз, иә? Бағдаргүл ханым, өздеріңіздің тілектеріңізді жазсаңыздар да болады. Алла тағала маған бір үй бере көрші, машина бере көрші, маған бір ұл бере көрші, Алла тағала осы ниетімді қабыл ете көрші деп. Ақша маған оңай әрі тез келеді деп жазыңыз. Мен бай бақытты өмір өткізуге, өмірдің бір жақсылығын қабылдауға дайынмын деп жазыңыздар. Достар, адам мен дайынмын деген кезде, мысалы, бай болуға мен дайынмын, қарыз қайтаруға мен дайынмын, үйленуге дайынмын, мен балалы болуға дайынмын деген кезде, мен дайынмын деген кезде Алла тағала береді екен. Достар, не дейді?
Екі келін жақсы болу үшін екі келін жақсы болу үшін достар, мына енді бәрімізде сол күнге жеткізуге нәсіп етсін. Қандай бақыттысыз екі келін түсіріп, оң жағыңыз қызарып отырған. Жаңа қайсысы еді? Сол бар ғой, қазақ айтады, елдестірмек елшіден жауластырмақ жаушыдан дейді. Бір-бірін мақтап отыру керек екен, мақтау үнемі. Мен мысалы отбасында бір күйеуімнің досын жақтырмасам қылығы қалай деп ол біраз уақыттан кейін сол досын жақтырмай қалады. Ол әйелдің әрбір сөзі әсер етеді отбасындағы адамдарға. Сондықтан екі келініңізді біреу жоқта біреуін мақтап отыру керек, жамандау керек, жаңағы жақсылығын айтып отыру керек. Сені сөйтіп мақтап жүр, сенің тамағың дәмді деп айтты, сенің сондай мінезің жақсы деп айтты. Сыртынан бір-біріне жаңағы мақтап отыру керек. Мен осы техниканы алдында бір қызға айтқан болатынмын, жаңа үйленген қыз екен, апасы мен анасы немене кешіккеннен ренжіседі екен да. Екеуі бірге отырмайды дейді, шешем мен апам дейді. Содан кейін жаңағы осы техниканы айтқам ғой, айналайын оның жолы жеңіл ғой дедім. Бір жаулығыңды алып ал да апаңа мынаны мамам берді деп бересіңші. Тағы бірдеңеңді алып ал да мынаны апам берді деп мамаңа бер. Үнемі жақсы сөз айт араларына. Әзір сондай тату болып кетті. Міне жақсы сөздің құдіреті осы ғой достар. Жақсы сөйлей білу керек. Екі келін деген екі қос босағаңыз ғой. Қандай бақытсыз, Алла ұзағынан сүйіндірсін. Ода уайымдайтын ештеңе жоқ. Иә, дұрыс. Гүлназ ханым дұрыс айтып жатыр міне. Тағы қайталайын, достар. Иә, сол Гүлназ ханым сол келінді болуға мен уайымдап кеттім ғой, балаларым кішкене емес пе, қашан осы дәрежеге жетеді, қашан аяғынан оқтырады, қашан кәсіптенеді, қашан өз алдарына өмір сүреді деп. Сондықтан осы келін сүріп жатырмын, қыз жатырмын дегенсіздер. Не деген бақытсыздар деймін, ұзағынан сүйіндірсін. Солардың қызығын көруге, жақсылығын, ұрпақтың жақсылығын көруге нәсіп болсыншы достар. Біз жас кезімізде білінбейді достар. Күйеуімізге қайдағы сөзді айтамыз ғой, кестен кет, ажырасам, сенен артық жас жігіт тауып аламын деген сияқты қайдағын айтамыз. Жас қуатың барда ақшаны да таба аласың, жігітті де таба аласың. Қартайған кезде адамға сүйеніш керек, қамқор керек, махаббат керек, әсіресе балалардың қамқоры керек. Дүниедегі ең жаман нәрсе не білесіздер ме? Жас адамның бетіңнен алып төсіңе шауып тұрған дүниедегі ең жаман нәрсе. Келініңнің, қызыңның, ұрпағыңның бетіңнен алып, мама сөйлеме, мама басымды ауыртпа деп тұрса, дүниедегі ең жаман нәрсе сол. Күйеудің боқтағаны айналайын болып қалады ол кезде достар. Мен соны жүрегімнен өткіздім да. Сол үшін құлшыну керек достар. Сол үшін аяғымыздан нық тұруымыз керек. Фарида ханым дұрыс айтады. Сол үшін дені сау әйел болуымыз керек достар. Бай бақытты әйел болуымыз керек. Кейін қартайған кезде бәріміздің кәсібімізде 20 миллион, 30 миллион, 100 миллионға дейін ақша жату керек депозитте. Ешкімнің қолынан қарамайтындай. Сонда барып біз қадірлі боламыз достар. Шыны керек өмірдің. Қолыңда жоқ болса, білесіздер ғой, баланың қолына қарап кетсек не болады қартайғанда. Әзірде денің сау шақпылап жүрген кезде, жаныңды бағып жүрген кезде кейде сөзің өтпей қалады бала шағаңа. Күйеуге де сөзің өтпей қалады. Міне 2-3 күн ауырып қалыңызшы, үйдің іші астан кестең болады. Тұрмайсың ба, неғып жатсың, түсінбейді ол адам. Адам түсінбейді. Сондықтан мықты болуымыз керек әйел адамдар. Денсаулығымызды мықты болуымыз керек. Таңертең тұра сап жаттығу жасаңыздар. Фитнесқа барыңыздар. Біз қызымыз екеуміз түстен кейін фитнесқа барып жатырмыз. Ақшамызды 1 жылға құйып тастап. Неге? Өйткені денсаулық керек қой достар. Мен мына қол аяғым ұстап тұратын ғой қысы жазы. Сол нәрседен жазылдым. Бүкіл бойымдағы стресс, күйзелістен бәрінен енді өмір болғаннан кейін кейде күйеуің ренжіп қаласың, айналадағы дос жаранға ренжіп қаласың, сатып кетеді бір адамдар. Отбасына келіп төбелестіріп кетеді. Мен енді жаңағы ажырасып үйленбеген жігітке тұрмысқа шықтым ғой. Ана кейде елдерге қалжыңдаймын, мен ана Ерке мен Ерсайдың жолын ашқам. Үйленбеген жігітке бірінші болып мен текем деп қалжыңдаймын. Ол Алланың бақыты ғой енді бұйырған. Менің ниетіме қарай. Ол керемет мықтылығымнан жаңағы басын айландырып алған жоқ мен. Сонда достар, арамызға артқысып, елде қыз таппағандай деп айтып кеткен адамдар болды ғой. Қыз таппай қалды ма еліңде деп жазып кеткен адамдар болды үйшініне. Көрдің ба? Адамды адам аямайды әзір. Біреу бар ғой, біреу жақсы болсын демейді достар. Қазақ айтады, екі көзің бәрі дұшман деп. Енді жақсы адамдар көп қой, бірақ көре алмайтын, күндейтін, саған жаңа тіл көз болатын, сатқындық жасап кететін адамдар көп. Сізді тыңдап көріп жүріп, мен сізді тыңдап бақытты болып жүрмін ғой. Жаным, рахмет Кәусар, Алла разы болсын. Абысын тату болса, ағайын тату. Иә, дұрыс айтасыз. Иә, Гүлназ ханым дұрыс айтасыз. Абысын тату болса ас көп, ағайын тату болса ат көп дейді ғой. Татулыққа не жетсін достар, иә? Сол достар, жаңа жастық астындағы ниет техникасын білдіңіздер, қарызды кешіру техникасының практикасын білдіңіздер. Және де бір жақсы жазып не істейік айтшы. Не жаздым, екі келін өйтпейді. Сол Алладан тілек тілей беріңіз. Иә, Алла тағала. Карима ханым, Алла тағаладан тілек тілей беріңіз. Жақсы болады, уайымдамаңыз. Олар үшін уайымдамаңыз. Сізді уайымдамайды ғой.
Уайымдамаңыз, олар бар ғой достар. Бір күн қату, бір күн тату сөйтіп жүреді. Сізді сыйласа болды. Гүлнара ханым, жаңа тілегіңізді жазыңызшы. Неге түңіліп сөйлейсіз? Солай достар. Түңіліп сөйлеп кеттім ба? Өмір болғаннан кейін енді достар, адамдардан қиянат жасағанды жақсылық та көрдім, жамандықты да көрдім, қиянатты айтып жатырмын ғой. Сондықтан мықты болуымыз керек деп айтып жатырмын. Дені сау әйел болайық достар. Деніміз сау болмаса, дені саудың жаны сау дейді, иә. Бір күн ауру болдың, әлек болдың деп қазақ неге айтады? Сондықтан дені сау болу үшін, дені сау болу үшін адамның жаңа көңіл күй жақсы болу керек достар. Қайтадан жазып алыңыздар, достар, соны мен тікелей эфирден түсейін. Жастық асындағы ниет техникасы деп жазып қойыңыздар. Алла тағаланың разылығы үшін мен осы техниканы сіздерге беріп отырмын, Қағаз қаламдарыңызды дайындап алдыңыздар ма? Баршагүл ханым, қандай да қарыздан қиналып жүрген, үй алуды, машина алуды армандап жүрген, балаларым жол ашық болсын деп армандап жүрген кісілер болса, сөзсіз жазыңыздар достар. Жазу техникасы деген өте керемет қой. Қаншама психологтардан сабақ алып жүрген кісілер айтады, мен арманымды жазып жүріп, үй алдым, машина алдым деп. Сондықтан жазыңыздар достар. Менің өміріме береке келеді. Ақша ағыны маған оңай әрі тез келеді деп жазыңыздар. Мен бақытты әрі жеткілікті өмір сүремін. Жазыңыздар ма? Бағдар айтып жатырмын, естілмей жатыр ма? Машина аламын бұйырса. Ботагөз ханым, дұрыс айтасыз. Менің өміріме береке келеді. Менің өміріме береке келеді деп жазыңыздар. Бірінші. Менің өміріме береке келеді. Ақша ағыны маған оңай әрі тез келеді деп жазыңыздар. Ақша ағыны маған оңай әрі тез келеді. Мен бақытты әрі жеткілікті өмір сүремін деп жазыңыз. Үй мен көлік алу маған оңай деп жазыңыздар. Дұрыс жазып, Ботагөз ханым. Жазыңыздар достар. Барлық тілектеріңізді жазыңыздар. Түнгі тыныштық менің ниетімді қабылдайды. Менің өміріме береке, бақыт, молшылық, байлық келеді деп жазыңыздар. Менің әрқашан жолым ашық деп жазыңыздар, Менің ұлым үйленеді бұйырса, қызым тұрмысқа шығады, Бұйырса биыл машина алам, үй алам. Маған ақша оңай әрі тез келеді деп жазыңыздар достар. Өте ақша шақырудың ең керемет техникасы осы. Мен Алланың сүйікті құлымын деп жазыңыздар. Алла менің бүкіл жағдайымды жасап қойған деп жазыңыздар. Достар, бәрі жұмыс жасайды, Сондықтан 7 күн қатарынан кешке жатып, сол қағазды жастығыңыздың астына бүктеп, осыны жасай қойыңыздар, достар. Биыл немерелі болыңыздар. Барлықтарыңыздың тілеген тілектеріңіз қабыл болсын, түн тыныштығын сыйласын, достар. Ұл тілеген адам ұлды болсын, қыз тілеген адам қызды болсын, өмірлеріңізде жақсылық болсын, үйлі болыңыздар, бай бақытты болыңыздар, достар. Ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын. Баршагүл ханым, мен айтып болдым, Мен айтқаныңыз келсін. Баршагүл ханым, неге жазыңызшы, мен сізге жолдап берейін. Мына нөмірді сақтап алыңыз да, WhatsApp-қа жазыңыз, мен сізге жолдап бере салайын. Барлықтарыңыз алың. Қайғыла, мен Алматыдамын, достар. Кәусар, жаным, жақсы ұйықтай ғой. Достар, онда марафонға келіңіздер, айдың 22-сі күн марафон бастаймыз. 990 теңге, достар. Барлық халықтың жағдайына қарап жасап қойдым. Қанша миллионға тұратын білімді берем бұйырса, Алла тағала қуат берсе, жағыма қуат берсе, жақсылық берсе. Жан, даусым үзіліп тұр ма? Бәсе, Баршагүл ханым. Онда бар ғой, достар. Әлі де айтатын техника көп, достар. Үй алудың, машина алудың, мен алған сабақтарын көрсеттім ғой, достар. Мен жоғалтып алмай жазылып қойыңыздар, марафонға келіңіздер, достар. Рахмет. Қайырлы түн тыныштығын сыйласын. Жазылмаған кісілер болса, мен WhatsApp-дан жазыңыздар, мен жолдап беремін. Жастық асында ниет техникасы, жаңа қарызды кешіру техникаларын, бұйырса. Жазып жолдаймын, достар, Түн тыныштығын сыйласын, достар. Жақсы ұйықтап жайлы. Дейін ба, достар? Сонда Алла разылық үшін сол ақшаны бүгін кешіру керек екен. Бүгін ертең. Болды, жүректен босаттым. Алла тағала сол ақшаны маған бермесе де разымын. Жүрегімнен босаттым, Алла тағала. Мен енді ол ақшаны кешірдім. Екі дүниеде оны сұрамаймын. Алла тағала, бірақ мен сол ауырымнан жаздыра көрші. Алла тағала мен балам жолын аша көрші. Алла тағала мен сол бір жолға шықпақшы едім, жолымды оңғыла көрші деп тілегіңіздерші, достар. Болды, сол ақша пәле-қала ненің бәрі солмен кессін, енді сол адамға кессін емес, сол ақшамен кессін, бірақ Алла тағала сен менің арманымды орындап қойшы деп тілеңіздерші. Осы ең керемет техника екен, достар. Кім түсінді, достар? Түсін алдыңыздар ма? Қағазға жазсаңыздар да болады. Мен, мысалы, кім аты? Күлжан, не болмаса, аяулым Серік қызы. Менен осындай, Әсел ханым қалыңыз қалай? Әсел ханым, осындай менен 10 мың теңге пәлемпей кезде қарыз алған. Мен оны ақшаны Алланың разылығы үшін кешірдім. Екі дүниеде ол енді маған
бермесе де мен ренжімеймін. Иә, Әнипа ханым солай істеу керек екен. Ей Алла тағала, бірақ сен менің сол арманымды орындап қойшы. Бір адамға кешірсеңіздер болды, иә? Ертең жұма ғой. Өзіңіздің жаныңыздың садақасы, малыңыздың садақасы. Айтып жатырмын ғой, су жаңа машинесін әйел адам бүгін алды, ертесі ұрып алды. Не болды енді? Іші күйіп деген не істеп қойдым деп жатыр. Садақа беру керек, достар. Жанның садақасын, малдың садақасын беру керек. Иә, рахмет дейді. Сондай. Саби ханым, бір техника айтып жатырмыз, достар. Бай болудың, бақытты болудың, жол ашудың техникаларын айтып жатырмыз. Бәрі тегін, неше миллиондап алған. Мен жаңағы сабақтарымды көрсетсем бар ғой, достар. Сіздер бар ғой, таң қаласыздар, не деген көп сабақ деп.